Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұрзина, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге нағыз пиццериядағыдай болып шығатын, етті салмамен жасалатын болонезе пиццасының жасалу жолын көрсететін боламын. Алдағы уақытта пиццаның басқа да түрлерінен көптеген рецепттер болады, сондықтан арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдыңғы видео рецепттерде сіздерге пиццаға арналған нағыз оригинал соуспен қамырының дайындалу жолын көрсеткен болатынмын. Ссылкасын төменде описание бөлімінде қалдырамын. Алдымен болонезе пиццамыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін табамызға 2 ас қасық сұйық май құйып, орташа бір пиязды осылай майдалау етіп турап алып, жақсылап 1-2 минуттай қуырамыз. Үстінен 300 грамм тартылған етімізді салып, оны да шамамен 3-4 минуттай қуырамыз. Біз бұл жерде 2 пицца мөлшеріне жететіндей салма дайындап жатырмыз. Етіміздің үстінен жарты шай қасық тұз және жарты шай қасық тәтті паприка саламыз. Және пиццаға арнап дайындаған соусымыздан 2 ас қасық салып, жақсылап араластырамыз. Енді отымыздың астын баяу етіп қойып, қақпағын жауып, шамамен 10 минуттай бұқтырамыз. Біздің болонезе пиццамыздың етті салмасы осымен дайын. Ал енді пиццамызды пісіруге кірісеміз. Ол үшін қамырымызға аз-аздан ұн себелеп, осылай қолымызбен басамыз және оқтаудың көмегімен жұқалап жайып шығамыз. Біздің пиццамыздың қамыры қатты жұқада немесе қатты қалың да болмау керек. Осылай орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Пиццамыздың шеттері әдемі көріну үшін осылай қайырып шықсақ болады. Ал енді пиццаға арнап дайындаған соусымыздан 3 ас қасықтай салып, осылай жайып, тегістеп жағып шығамыз. Үстінен етті салмамызды саламыз. Енді үстінен үккіштен өткізілген ірімшігімізді саламыз. Негізі пиццерияларда осындай моцарелла ірімшігін пайдаланады. Бағасы қолжетімсіздеу болса, осылай Эмир фирмасының моцарелласы мен сулугуни екеуін араластырып бірге қоссаңыздар болады. Бұл 2 ірімшікте пиццада жақсы ериді. Пешімізді алдын ала 15-20 минут бұрын қыздырып дайындап қоюымыз қажет. Пешімізді ең максималды қызу шегіне қоямыз. Мысалы, менің пешімде 250 градус. Сізде 320 градус болса, 320 градусқа қоясыз. Пешіміздің асты мен үстін қосуды ұмытпаймыз. Пиццамызды осылай салғаннан кейін небәрі 5 минут пен 7 минуттың аралығында ғана ұстаймыз. Одан көп ұстасақ, пиццамыздың ірімшігі күйіп кетуі мүмкін. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің пиццамыз өте керемет болып шықты. Дәмі де сөз жоқ, нағыз пиццериядағыдай керемет болып шығады. Сіздерге міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Келесі шығатын видео рецептте сіздерге маргарита пиццасының жасалу жолын көрсететін боламын. Сондықтан арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен болған Нұрзина.